Сәлем құрметті көрермен, арнамызға қош келдіңіз. Видео астында бір лайк түймесін басты ұмытпаң. Синоптиктер 21-23 ақпанға арналған ауа райы болжамын жариялады деп хабарлайды Массагет кезет тілшісі. Алдағы күндері ел ауа райына атлантикалық циклон ықпал етеді. Сондықтан республиканың солтүстік жартысында қар мен жаңбыр түрінде жауын-шашын жауып, көктайғақ болып тұман түсіп жел соғады. Күндіз оңтүстікте найзағай күтіледі. Республиканың батысында ауа температурасы түнде 0,8 градустан 7-15 градусқа дейін төмендейді. Еліміздің солтүстік батысында, солтүстігінде, шығысында 5-15 градус аяздан 0,8 градус аязға дейін жоғарылайды. Орталығында 2-15 градус аяздан 3 градус аяз, 3 градус жылыға дейін ауытқиды. Республиканың оңтүстік жартысында түнде 3 градус аяз, 3 градус жылы ауа райы күтіледі делінген хабарламада. Бізді бақылауды жалғастырыңыз.